Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Кешкі уақыт еді. Күн батып, ауыл іші біртіндеп тынышталып жатқан. Жаздың соңы болғандықтан ауада әлсіз ғана салқын бар. Адамдар малын жайлап, үй-үйіне кіріп кеткен кез. Сол күні мен үйде жалғыз отырғанмын. Телефонды қарап отырып, уақыт өткізіп жатқанмын. Бір кезде анам: «Балам, көрші апайға жаңа демдеген шайды апарып келші. Күні бойы жалғыз отыр ғой», деді. Мен үндемей басымды изедім. Біздің көршіміз 58 жастағы жалғыз тұратын әйел. Күйеуі көп жыл бұрын қайтыс болған. Балалар қалада, сирек келеді. Ауылда оны бәрі жай ғана апай деп атайды. Шайды алып, көрші үйге қарай жүрдім. Кешкі ауылдың тыныштығы ерекше болады. Иттер анда-санда ғана үріп қояды. Алыстан бір трактордың дыбысы естіледі. Қалғаны толық тыныштық. Көрші үйдің есігін қағып едім. Іштен оның дауысы шықты. «Кім ол?» «Мен ғой, апай, шай әкелдім». Есік ашылды. Апай күлімсіреп тұр екен. «Кір, балам, рахмет». Үйдің іші жылы, жарығы ашық. Үстел үстінде печенье, кәмпит, тосап, бәрі дайын тұр. «Ой, апай, қонақ күтіп отырғанда екенсіз ғой», дедім әзілдеп. «Қонақ қайдан болсын? Өзім үшін қойдым. Жалғыз адамға да кейде дастархан жайғың келеді», деді ол жай ғана. Мен шайды үстелге қойдым. Енді кетейін деп тұрғанымда апай: «Асықпай отыршы. 2 минут әңгімелесіп ет. Жалғыз адамға кейде бір ауыз сөздің өзі керек», деді. Ойлап қарасам, расында асығып тұрған ештеңе жоқ еді. «Жарайды апай», деп отырдым. Ол шай құйып берді. Алғашқыда әңгіме қарапайым нәрселерден басталды. Алдағы жаңалықтар, көршілер, мал-жан туралы. Бірақ бір кезде апай күрсініп алды. «Кейде осы үй тым тыныш болып кетеді», деді. Мен үндемей тыңдап отырдым. Бұрын бұл үйде өмір бар еді. Күйеуім тірі кезде, балалар кішкентай кезде үйден күлкі кетпейтін. Оның даусы сәл бәсеңдеп кетті. «Ал қазір», деді де тоқтап қалды. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын ол маған қарап: «Сен шаршап тұрған жоқсың ба?» деді. «Жоқ». «Онда тағы бір шай іш». Мен басымды изедім. Уақыт қалай өткенін байқамай қалдық. Әңгіме бірінен кейін бірі жалғасып жатты. Сағатқа қарасам, түнгі 11 болып қалыпты. «Ой, апай, кеш болып кетіпті. Мен үйге қайтайын», дедім орнымнан тұрып. Ол маған біртүрлі қарап қалды. Сосын жай ғана айтты: «Бүгін ерте кетпе». Мен таңғалып: «Неге?» дедім. Ол терең дем алып: «Кейде адамға біреу керек болады. Сөйлесетін. Жай ғана қасында отыратын». Мен қайта отырдым. Сол кезде ғана байқадым, апайдың көзінде біртүрлі мұң бар екен. «Білесің бе?» деді ол. «Менің өмірімде ешкімге айтпаған бір әңгіме бар». Мен үнсіз тыңдап отырдым. Тіпті балаларым да білмейді. Үйдің ішінде тыныштық орнады. Тек қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Апай баяу сөйлей бастады. «Мен 58 жаста болсам да, адамдар ойлағандай өмір сүрген жоқпын». Мен не айтарын түсінбей қарадым. Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын маған тіке қарап: «Бүгін сол әңгімені саған айтқым келеді». Сағат түнгі 12-ге жақындап қалған. Мен енді үйге қайту керек екенін ойладым. Бірақ апай сөзін жалғастырды: «Сен кетсең, мен тағы жалғыз қалам». Оның даусы бұрынғыдан әлсіз шықты. Сосын жай ғана айтты: «Бүгін кетпе. Аздап бірге отырып кет». Сол сәтте мен бұл кеш жай ғана көршіге шай апарып қайтатын кеш емес екенін түсіндім. Ал мен ол үйден таң атқанша шыға алмайтынымды әлі білмеген едім. Үйдің іші тым-тыныш болып кетті. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана естіледі. Сағат түнгі 12-ден асып кеткен. Менің ойымда бір ғана нәрсе тұрды. Апай не айтпақ? Ол бір сәт үнсіз отырды да шайдан бір ұрттап алды. Қолдары сәл дірілдеп тұрғанын байқадым. «Білесің бе, балам? Адамдар сырттан қарап бәрін білеміз деп ойлайды», деді ол баяу. «Қалай сонда?» дедім. «Мысалы, мен туралы ауыл не ойлайды? Күйеуі бар еді, балалары бар, өмірі жаман болмаған деп ойлайды». Ол басын шайқады. Бірақ шындық мүлде басқа. Мен үндемедім. Оның әңгімесі біртүрлі ауыр сезіле бастады. «Мен күйеуіме өте жас кезінде тұрмысқа шықтым», деді апай. «Ол кезде небәрі 19 жаста едім». Ол көзін бір нүктеге тігіп, өткенін есіне түсіріп отырғандай. «Басында бәрі жақсы болды. Үйлендік, балалар дүниеге келді. Ауылдағы адамдар бізді үлгілі отбасы деп ойлайтын». Бірақ ол күрсінді. «Бірақ үйдің ішінде бәрі басқаша еді.
Мен сәл еңкейіп тыңдай бастадым. Күйеуім өте тұйық адам болатын. Сыртта ешкімге дауыс көтермейтін. Бәрімен жақсы сөйлесетін. Ал үйге келгенде мүлде басқа адамға айналатын. Қалай? Дедім абайлап. Ашулы. Үнемі ашулы. Ұсақ нәрсеге бола айқай шығаратын. Ол үнсіз қалды. Бірақ ең ауыр нәрсе ол емес еді. Менің ішімде бір түрлі сезім пайда болды. Ең қиыны үйде жылылық болмады. Ол осы сөзді ерекше баяу айтты. Адам кейде тамаққа емес, жылы сөзге мұқтаж болады. Біреу саған қарап күлімсіресе, хал жайынды сұраса, ол тағы бір күрсінді. Ал мен ондайды көп көрмедім. Мен не айтарымды білмей отырдым. Сыртта жел сәл гуілдеп тұр. Керезе әйнегі анда-санда сықыр етеді. Балалар өсті. Бірі қалаға кетті, бірі жұмысқа тұрды. Үй біртіндеп босап қалды. Ол шай құйып жатып тағы сөйледі. Сосын күйеуім ауырып қалды. Қатты ма? Дедім. Иә, 1 жылдай төсек тартып жатты. Ол маған қарады. Сосын кезде мен оған күндіз-түні қарадым. Тамақ бердім, дәрі бердім. Бір ретте тастап кеткен жоқпын. Бірақ оның көзіне қарасам, бір өкініш бар сияқты. Ол қайтыс болғанда, ауыл адамдар маған қарап, бейшара, жесір қалды деді. Ол басын шайқады. Бірақ мен ішімнен басқа нәрсе сездім. Мен таңғалып, қандай? Дедім. Ол бір сәт ойланып тұрды. Босап қалғандай болдым. Бұл сөзді айтқанда өзі де таңғалғандай көрінді. Өйткені өмір бойы бір нәрсені күтіп жүріппін. Нені? Дедім. Ол маған тура қарады. Жай ғана бақытты болуды. Үйдің ішінде тағы да тыныштық орнады. Мен оның сөздерін ойланып отырдым. Сосын апай баяу сөйледі. Бірақ бір нәрсе бар. Оның даусы өзгеріп кетті. Мен оны ешкімге айтқан емеспін. Мен үндемей күтіп отырдым. Ол тағы бір ұрттам шай ішті. Күйеуіммен бірге тұрған 30 жылдан астам уақыт ішінде мен өзімді бірде-бір рет бақытты әйел сияқты сезінген емеспін. Бұл сөз мені қатты таңғалдырды. Ол жалғастырды. Адамдар жылдар өтті, бәрін үйреніп кетесің дейді ғой. Иә. Бірақ кейбір нәрсеге үйрену мүмкін емес. Сосын ол маған біртүрлі көзқараспен қарады. Сондықтан кейде түнде ұйықтай алмаймын. Неге? Дедім. Өйткені ойлаймын, менің өмірім осылай өтіп кетті ме деп. Сағатқа қарасам, түнгі 1 болып қалыпты. Мен орнымнан тұрайын деп едім, бірақ апай кенет айтты. Әлі кетпе. Мен қайта отырдым. Ол маған жақынырақ еңкейіп. Мен саған осының бәрін неге айтып отырғанымды білесің бе деді. Жоқ. Ол біраз үнсіз қалды. Сосын күтпеген сөз айтты. Өйткені мен сенен бір нәрсе сұрағым келеді. Мен таңырқап, қандай нәрсе? Дедім. Ол бір сәт көзімді тік қарап тұрды. Сосын жай ғана айтты. Егер мен саған бір өтініш айтсам, сен бас тартпайсың ба? Мен не айтарымды білмей қалдым. Үйдің ішінде тыныштық күшейе түсті. Ал мен сол сәтте бұл түн одан да күтпеген жағдайларға қаратын әлі түсінбеген едім. Үйдің ішінде ауыр тыныштық орнады. Қабырғадағы сағаттың тықылы ғана анық естіледі. Сағат түнгі 1-ден асып кеткен. Мен апайдың жаңа айтқан сөзін ойланып отырдым. Мен сенен бір нәрсе сұрасам, бас тартпайсың ба? Бұл сөз жай ғана сұрақ емес сияқты еді. Қандай өтініш? Дедім ақын. Апай бірден жауап бермеді. Терезеге қарап біраз отырды. Сыртта ауыл толық тынышталып қойған. Кек анда-санда бір иттің үргені ғана естіледі. Ол терең дем алды. Білмеймін, саған айту дұрыс па, жоқ па? Мен ештеңе демедім. Бірақ бүгін айтпасам, мүмкін тағы ешқашан айта алмаймын. Ол маған қайта қарады. Көзінде қорқыныш пен батылдық аралас бір сезім бар. Білесің бе, балам, адам жас кезде көп нәрсені кейінге қалдырады. Қалай? Дедім. Уақыты келеді, кейін болады деп жүре береді. Ол басын шайқады. Ал бір күні оянып қарасаң, уақыт өтіп кетіпті. Мен оның сөзін үнсіз тыңдап отырдым. Мен де солай өмір сүрдім, деді апай. Күйеуім тірі кезде үндемедім, балалар үшін шыдадым. Бір күні бәрі өзгереді деп ойладым. Ол күрсінді. Бірақ ештеңе өзгермеді. Сосын маған қарап. Қазір мен 58 жастамын. Үйдің жарығы оның жүзін анық көрсетіп тұр. Жасына қарамай, жүзінде бір ерекше сұлулық бар еді. Кейде айнаға қарап ойлаймын, деді ол. Менің өмірім қайда өтті деп. Мен үнсіз қалдым. Ол сөзін жалғастырды. Білесің бе, мен өмір бойы бір нәрсені қатты қаладым. Нені? Ол біраз үндемей отырды. Сосын жай ғана айтты. Жай ғана. Біреудің жанында өзімді тірі адам сияқты сезінуді. Бұл сөз мені біртүрлі ойға қалдырды. Ол тағы сөйледі. Қазір менің балаларым бар, туыстарым бар.
бірақ олардың әрқайсының өз өмірі бар. Ал мен осы үйде жалғызбын. Сыртта жел күшейе бастады. Терезе сәл сыңғырлап қойды. Апай маған жақынырақ еңкейіп: «Сондықтан бүгін сені тоқтаттым», деді. Мен оның сөзін түсіне бастағандай болдым. Мен жай ғана бір түн жалғыз қалғым келмейді. Ол бұл сөзді өте баяу айтты. Мен не дерімді білмей отырдым. «Қорықпа», деді ол кенет күлімсіреп. «Мен сенен жаман нәрсе сұрамаймын». Бірақ оның көзқарасы бәрібір бір түрлі еді. «Мен тек сөйлескім келеді». «Түн бойы ма?» дедім жартылай әзілдеп. Ол басын изеді. «Иә, түн бойы. Мен сағатқа қарадым. Түнгі 2-ге жақындап қалған. Үйдегілер іздемей ме?» деді апай. «Жоқ», дедім. «Менің бөлмем бөлек». Ол бір сәт тынышталып қалды. Сосын кенеттен күлімсіреп: «Онда жақсы». Бірнеше минут біз тағы әңгімелесіп отырдық. Бұл жолы әңгіменің тақырыбы жеңілдеу болды. Апай жастық шағында қызықтарды айтып берді. Бір кезде ол күліп жіберді. «Сен білесің бе, мен жас кезде ауылдағы ең би билейтін қыздардың бірі болдым». «Рас па?» дедім таңғалып. «Әрине. Той болса мені міндетті түрде ортаға шығаратын». Оның жүзінде сол кездерде еске алған қуаныш байқалды. Бірақ сол сәтте ол кенет үнсіз қалды. «Қызық», деді баяу. «Сол кезден бері мен түнде біреумен осылай ұзақ сөйлескен емеспін». Сағат 3-ге жақындап қалған. Мен орнымнан тұрып: «Апай, мен кетейін бе?» дедім. Ол бірден жауап бермеді. Сосын ақырын ғана айтты: «Әлі ерте». «Ерте?» «Иә». Ол маған қарап: «Бүгін мен ұйықтағым келмейді». Мен таңғалдым. «Неге?» Ол жай ғана жауап берді: «Өйткені бүгін мен ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзімді жалғыз сезінбей отырмын». Бұл сөз менің жүрегіме біртүрлі әсер етті. Сол сәтте мен бұл түннің әлі де ұзақ жалғасатынын түсіндім. Ал ең қызығы, бұл түннің ең күтпеген сәттері әлі алда еді. Сағат түнгі 3-тен асып кеткен. Ауыл іші мүлде тыныш. Сыртта тек желдің баяу гуілі ғана естіледі. Үйдің ішінде екеуміз ғана отырмыз. Шай әлде қашан суып қалған, бірақ әңгіме тоқтаған жоқ. Апай креслоға жайғасып, терең ойға кеткендей көрінді. Мен де үнсіз отырдым. Осы түннің өзі біртүрлі сезім қалдырып жатқан. Бір кезде апай басын көтеріп маған қарады. «Шаршаған жоқсың ба?» деді. «Жоқ», дедім. «Ұйқың келмей ме?» «Жоқ, апай». Ол күлімсіреп қойды. «Жас кезде ұйқы тез қашады ғой». Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын ол кенет сұрады: «Сен ешқашан өмірің туралы қатты ойланып көрдің де?» «Қалай?» «Мысалы, мен дұрыс өмір сүріп жүрмін бе?» деп. Мен иығымды көтердім. «Кейде ойлаймын». Апай басын изеді. «Мен де соңғы жылдары көп ойлайтын болдым». Ол терезеге қарап отырып сөзін жалғастырды. «Әсіресе түнде». «Неге түнде?» «Өйткені түнде ешкім жоқ. Адам өз ойымен ғана қалады». Ол тағы күрсінді. Сол кезде өмірдегі көп нәрсе есіне түседі. Ол маған бұрылды. «Білесің бе, менің тағы бір құпиям бар». Мен таңғалып: «Тағы ма?» дедім. «Иә». Ол біраз үнсіз қалды. «Мен оны ешкімге айтқан жоқпын». «Неге?» «Өйткені адамдар түсінбейді. Үйдің жарығы оның жүзіндегі әрбір өзгерісті анық көрсетіп тұр». Ол бір сәт ойланып отырып: «Мен жас кезінде бір үлкен қателік жасадым» деді. Мен бірден қызығып кеттім. «Қандай қателік?» Ол маған қарап біраз отырды. «Мен өзім қалаған өмірді таңдамадым». «Қалай?» «Мен жүрегімді емес, адамдардың сөзін тыңдадым». Ол баяу сөйледі. «Жас кезде бір адамды жақсы көрдім». Бұл сөз мені таңғалдырды. Бірақ оған тұрмысқа шықпадым. «Неге?» «Ата-анам қарсы болды». Ол басын төмен түсірді. «Сөйтіп мен басқа адамға тұрмысқа шықтым». Үй ішінде ауыр тыныштық пайда болды. «Кейде ойлаймын», деді ол. «Егер сол кезде батыл болғанында өмірім басқаша болар ма еді» деп. Мен оның жүзінен өкінішті көрдім. «Ол адам қазір қайда?» дедім. Апай сәл ойланып: «Білмеймін». «Көрмедіңіз бе кейін?» «Жоқ, тек бір рет». «Қашан?» «Көп жылдан кейін». Ол баяу күлімсіреп қойды. «Ол кезде бәрі кеш еді». Сосын апай орнынан тұрып терезеге жақындады. Сыртқа қарап біраз тұрды. «Кейде өмір адамға екінші мүмкіндік бермейді», деді ол жай ғана. Мен не айтарымды білмедім. Сағат 4-ке жақындап қалған. Мен орнымнан қозғалып: «Апай, таң атып қалды ғой», дедім. Ол терезеден бұрылып: «Иә, уақыт қалай өтті?» деді. Сол сәтте: «Тоқ! Тоқ!»
тоқ! Үйдің есігі кенет қатты қағылды. Екеуміз бірдей селк ете қалдық. Апай маған қарады. Бұл уақытта кім болуы мүмкін? Есік тағы қағылды. Бұл жолы бұрынғыдан да қатты. Мен орнымнан тұрып, Мен қарайын ба дедім. Апай бір сәт ойланып тұрды. Сосын жай ғана айтты. Иә, қарап көр. Мен есікке қарай баяу жүрдім. Сол сәтте жүрегім бір түрлі соғып кетті. Өйткені таң алдында біреудің осылай келуі әдеттегі жағдай емес еді. Ал мен есікті ашқанда бізді мүлде күтпеген адам күтіп тұрғанын әлі білмеген едім. Есікті ашқанда сыртта бір адам тұрды. Мен алғашында таныс емес біреу деп ойладым. Бірақ көзім шындықты бірден түсіндірді. Бұл көршінің ауылдан келген туысы еді. Апай деп қатты дауыспен шақырды. Сен қайдасың? Апай кенетті қорқынышпен тұрып кетті. Көздерінде таңданыспен уайым араласқан сезін анық көрінді. Ештеңе жоқ, жай ғана сөйлесіп отырдық, деді ол мені қарап. Туысы күдікпен маған қарады. Саған кім? Деді салқын дауыспен. Апай орнынан тұрып тыныс алып жауап берді. Бұл жай ғана көрші, деді ол дауысы дірілдеп. Мен оған бір әңгімені айтып отыр едім. Туысы басын шайқап, бірақ одан әрі дауыс көтерді. Осы уақытта, түн ортасында, не істеп отырсыңдар? Үйдің ішінде біртүрлі кернеу пайда болды. Мен үндемей отырдым. Тек жағдайды бақылап тұрдым. Апай менің алдыма шықты. Сақ бол балам. Мұны түсіндірмесек, ауыл адамдары дұрыс түсінбейді, деді. Сол сәтте туысы кенеттен есік жаққа қарап, бұл туралы ертең бәрі біледі, деп бір ауыз сөз айтты да, қайтадан ауылға қарай кетуге ыңғайланды. Апай кенеттен үндемей қалды. Оны біртүрлі сезім биледі. Қорқыныш, уайым, өкініш бәрі араласқан. Мен оған қарап, апай, бәрі жақсы болады дедім. Ол жай ғана басын изеді, бірақ оның көзінен жас жарқ етті. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл түн жалғыздықтан, тосқауылдардан арылуға арналған ерекше сәт. Бірақ ол әлі аяқталған жоқ. Түннің салқын ауасы бөлмеге еніп, терезеден жеңіл жел есіп тұрды. Апай креслоға қайта отырып, басын алақанмен ұстап отырды. Бүгінгі түн мен үшін ұмытылмас болады, деді ол біршама әлсіз даусымен. Ал мен бұл түннің таңға дейін созылатынын және одан да күтпеген оқиғалар болатынын әлі білмедім. Түннің соңғы сағаттары еді. Жел сыртта әлі де естіліп тұр, бірақ ол бұрынғыдан әлдеқайда бәсең. Біз екеуміз апаймен әлі отырмыз. Көршінің туысының кетуі жағдайды біршама тыныштандырды, бірақ бөлмедегі кернеу әлі сақталды. Апай орнынан тұрды да терезеге жақындап сыртқа қарады. Қызғылт сары таң сәулесі ауылдағы үйлердің үстін жауып үлгерген. Ол терең дем алып маған қарады. Қарашы, таң атты. Мен үшін жаңа күн басталды. Мен оның жанында отырып, түні бойға әңгімені ойладым. Шындығында бұл тек әңгіме емес, ол өз өміріндегі ұмытылмас түнін бөліскен уақыт болды. Сен білесің бе? Деді апай. Кейде адам біреуге өз сырын айтып, жай ғана сөйлесіп отыру арқылы бақытты бола алады. Мен басымды изедім. Сол сәтте түсіндім. Бұл түн біздің екеуміз ішінде бір түрлі әрі маңызды тәжірибе болды. Апай орнынан тұрып, менің қолымды ақырын қойды. Бүгінгі түнді ешқашан ұмытпаймын, деді ол. Мен оған күлімсіредім. Сыртта күн толық шықты. Ауыл үйлі-бүйлі, малдар жайылып, тыныштық қайта орнады. Бірақ біздің ішкі тыныштық біз үшін ғана ерекше еді. Енді сен кетесің бе? Деді апай. Енді даусы бұрынғыдан жылы. Иә, дедім. Бірақ бұл түн ешқашан ұмытылмайды. Ол мені ұзақ қарап, соңғы рет күлімсіреді. Солай болсын, деді. Келесі жолда тек әңгімелесуге ғана келесің деп үміттенемін. Мен орнымнан тұрдым, есікті жауып, сыртқа шықтым. Ауылда таңғы тыныштықпен бірге жаңа күн басталды. Ал мен жүрегімде бір ерекше сыр қалдырдым. 58 жастағы көшімнің сол түні мені таңға дейін ұйықтатпауы тек жай әңгіме емес, өмірдегі жалғыздық пен жылылықты сезінудің белгісі еді. Таң атқанда мен түсіндім. Кейде адамдарға ең үлкен сый қолдау мен қарапайым әңгіме.